Ассалаумағалейкум құрметті оқушылар. Біз бүгін ағыз оқытуда келген математикалық сауаттылықтан 12-де 41 нұсқасын қарастырамыз. Енді бірінші есебі өте оңай есеп. Қараңдар. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табу керек. Қарап тұрсаңдар, мына заңдылығын тауып алайық. Қарап тұрсаңдар, қараңдар. 2-ні 5-ке көбейтсе 10, 2-ні 3-ке көбейтсе 10-ны 4-ке көбейтсе 24-ке тең. 1-ді 5-ке көбейтсе 5-ке тең. Осылай кете береді. 5-ті 0-ге көбейтсе 0-ге тең. Олай болса, сұрақ белгісінің орнындағы ол 4 көбейту 3 көбейту 1-ге тең. Енді бұл үшеуін бір-біріне көбейтсек, ол 12-ге тең. Сонда біздің жауабымыз С жауабы болады. Бірінші есеп осылай өте оңай есеп. Келесі екінші есеп. Заңдылықты анықтап, x-дің мәнін тап дейді. Бұл да қарапайым оңай есеп. Қараңдар. Қарап тұрсаңдар, мысалға 2-ге 4-ті көбейтсе 8 шығады. 8-ге 12-ні көбейтсе 96. Заңдылығы осы. Мына екеуін көбейтсе үстіндегі сан шығады деген екен заңдылығы. Олай болса, біз x табуымыз керек. X-іміз 4 көбейту x тең 12. Сонда біздің x-іміз 3-ке тең. 3 деген жауап мен А жауабы. Дұрысы А жауабы болады. Келесі. Үшінші есеп. Қазір 1 минут. Енді үшінші есепті қараңдар. Бұл үшінші есепте А минус Б 2-ге тең дейді. А квадрат минус В квадрат 24-ке тең болса, А мен Б-ны табуымыз керек. Енді жазайық. Қараңдар, А квадрат минус Б квадрат ол формулаға келеді. Қысқаша көбейту формуласындағы бірінші формулаға. Олай болса, бұны ашып жазып алайық. А минус Б, А плюс Б ол 24-ке тең. Міне, мынаны былай жазып алдық. Енді бізде А минус Б деген ол 2-ге тең. Сонда мынаның орнына 2 қойылады. А плюс Б тең 24. Сонда бұдан шығады. Екі жағын 2-ге бөліп жүрсек, А плюс Б ол 12-ге тең. Енді бізде А минус Б 2-ге тең. Осын жазып алайық. А минус Б тең 2-ге. Енді осы теңдеулер жүйесінен А мен Б-ны жеке-жеке тауып алсақ болады. Ол үшін екеуін жай ғана бір-біріне қосып жіберсек, бұлар жойылып кетеді. Онда қосайық. Екеуін қоссақ, мынау 2А болады. 2А. Мынау екеуі 0-ге тең болады. Тең 14. Сонда А тең 7-ге. Енді А-ны таптық. Біз осы А арқылы Б-ны табуымыз керек. Енді мына жерге біз 7 плюс Б тең 12 болса, бізде Б деген сонда 5-ке тең. Міне, А мен Б-ны таптық. А тең 7, Б тең 5. Енді біздің жауабымызда А тең 7, Б тең 5. Міне А жауабы. Үшінші есебімізде өте оңай есеп. Енді төртінші есеп. Мына амал болса, мына өрнектің мәнін тап дейді. Енді бұл жерде бұл есепті уже бәрін жаттап алған шығарсыңдар. Оңай есеп. Бірінші 8-ді мына жерге қоямыз. 24-ті мына жерге қоямыз. Сонда бізде m-нің орнында 8 тұр, n-нің орнында 24 тұр. Енді жай ғана осыны есептей саламыз. 4 көбейту жақшы ашылады. 5 көбейту 8 минус 24. Қараңдар. 4 көбейту, енді 5 8-ге көбейтсе 40. 40 минус 24 тең. Енді 40-тан 24-ті азайтсақ 16. 16-ны 4-ке көбейтсек 64. Міне, В жауабы. Төртінші есебіміз осылай. Келесі, бесінші есеп. Дәптердің бетін 1-ден бастап нөмірлеуге 87 цифр кеткен болса, дәптердің бетінің санын тап дейді. Енді бұл туралы да көп есеп шығарған шығарсыңдар. Бұл да оңай есеп. Енді біз бірінші цифр деген ол мысалға санның цифрларын айтады. Мысалға мынада 2 цифр бар, мынада 2 цифр бар. Сонша шатасқанмаңдар. Енді 1-ден бастап 9-ға дейін бізде 9 цифр бар. Келесі 10-нан бастап бізде 2-тан болсаңдар кетеді. Сонда әр бетте 2 цифрдан болады. Онда біз бірінші 87-тен 9-ды азайтамыз. Қанша болады? 78. 78. Енді 10-нан бастап ары қарай 2-тан болсаңдар да 2 цифр болса, онда
барлық санда ары қарай 2 цифр ғой. Сонда 78-ді 2-ге бөлеміз. 9-дан кейін қанша сан барын тауып алу үшін 78-ді 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 39 деген сан шығады. 39 деген. Міне 10-нан бастап ары қарай бізде 39 бет бар екен. 39 бет бар. Енді 39-ға 9-ды қосамыз. Сонда біз жалпы беттің санын табамыз. 9, 39, 48. 48 бет бар екен барлығы. Міне, Д жауабы. Келесі 6-шы есеп. Төменде фигуралар берілсе, 23-ші орындағы фигураны тап дейді. Енді қараңдар. Мына фигура, міне, мына бесеуі қайталанып келіп тұр. Мына бесеуі шығады, одан кейін қайталанып келеді, одан кейін қайталанып келеді, одан кейін қайталанады, солай кете береді. Сол енді біз 23-ші орындағы фигураны табуымыз керек. Олай болса, санап шыға саламыз ерінбей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне 10 бар екен. Енді бұл 20 болады. Енді 21, 22, 23. 23-ші орында мында 3 бұрыш бар. Сонда біздің жауабымыз В жауабы болады. 3 бұрыш. Келесі 7-ші есепті шығарайық. Сыныпта бір күнде сабаққа қатыспаған оқушылардың саны қатысқан оқушылардың 8-ден 1-ін құрайды. Қатыспаған оқушылар барлық оқушылардың қандай бөлігін құрайды дейді. Енді біз бұған бір сан беріп табысайық. Егер біз теңдеу құрып былай шығарсақ, ол ұзақ болып кетеді. Өзімізге оңай жолы сан беруі. Мысалға біз класста 8-ден 1 дейді. Мысалға бұл жерде 2-ге бөліп қойған балаларды. Қатысқаны және қатыспағаны. Енді қараңдар. Қатысқаны бізде қатыспағаны қатысқанның 8-ден 1-ін құрайды дейді. Онда біз мысалға қатысқаны 8 оқушы болса, қатыспағаны 1 дейді. Өйткені берілгенде осындай мысалға. Қатыспағаны қатысқанның 8-ден 1-ін құрайды. Міне 8-ге 1-і 1. Осылай мән беріп тапсақ, тез шығатын есеп. Сонда дейді, барлық оқушылардың, қатыспаған оқушылар барлық оқушының қанша бөлігін құрайды дейді. Енді бізде мысалға осылай мән берсек, барлығы бізге 9-ға тең болады. Енді қатыспағаны 1. Сонда бізде қатыспағаны барлық оқушының 9-дан 1-ін құрайды. Өйткені 9-ға бөлсек 1. Жауабы С жауабы. Бұған мән беріп тапсаңдар, осындай өте оңай болады. Келесі 8-ші есепті қарайық. Қараңдар, 8-ші есеп. 8-ші есепте қара, жара, жоба, қора, қожа деген сөздер берілген. Мынандай әріптер бойынша. Мысалға әр әріп бір санға тең, цифрға тең, бір цифрға тең. Олай болса, қара деген сөздің сандық белгісін тап дейді. Енді қараңдар. Бізде мынау бір әріп бір цифрды береді. Олай болса, қараңдар. Бізде барлығын соңында А деген әріп. Енді мына жақта барлығын соңында 3 деген цифр. Онда біздің 3 деген цифрымыз А-ға тең. Келесі. Біз қара деген сөзді табуымыз керек. Мына жаққа жазып қояйық. Қара. Енді мынау 3, мынау 3. Енді бізге 2 цифрын қалып табуымыз керек. Енді қараңдар. Бізде мұнда 2 Ж деген әріп бар және 3 Қ деген әріп бар. Онда мына жақта 3 бірдей цифр табуымыз керек. 3 бірдей цифрымыз біздің 5 екен. Сонда біздің Қ деген әріпіміз 5-ке тең, Ж деген әріпіміз 4-ке тең. Міне. Енді Қ деген әріп 5-ке тең болса, онда мұнда жазып қояйық 5. Келесі. Енді бізге Р деген әріп табуымыз керек қой. Ал Р деген әріп мұндан табайық. Ана 3-ші әріптерде 3 Р деген әріп бар екен. Енді онда мына сандар жауаптарынан 3-ші цифрда бірдей 3 санды табуымыз керек. Енді бұл жерде бірдей 7 деген сан бар екен. Сонда Р деген әріміз біздің 7 деген цифрға тең. Жазып қояйық. Сонда 53, 73 деген жауап болады бізде. Қара деген сөзіміз. Ол міне С жауабы.
Келесі 9-шы есеп шығарамыз. 9-шы есепте 6 метр куб тақтайды 3 фирманың біреуімен әкелу керек дейді. Төмендегі кестені пайдаланып, осы тақтайды ең арзан сатып алуға қажет ақшаның төленетінін анықтаңыз. Енді бұл жерде айтады, мынау бір фирма, мынау бір фирма, мынау бір фирма. Осылардың қайсысынан 6 метр куб ағашты алсақ, арзан түседі дейді. Сол арзан табуымыз керек. Енді олай болса, бірінші шетінен есептеп шығайық. Бірінші фирмада 1 метр кубтың бағасы 37 мың теңге екен. Олай болса, 6 метр кубтың бағасын тауып алайық. 37-ні 6-ға көбейтеміз. 42, 4 ойда. Ал жердегі 3-ім 18, 22. Міне. Осынша ақша кетеді сатып алудың өзіне. Енді жеткізу бағасы 17.500 теңге. Жеңілдік жоқ екен. Онда мына бағаға 17.500-ді қосамыз. 17.500-ді қосамыз. Сонда бізде біздің барлық бағасы бізде осындай ақшаға тең екен. Жазып қояйық қасын шатаспас үшін. Бірінші фирманікі 239.500. Енді екінші фирманың бағасын есептеп шығайық. Екінші фирмада 1 метр куб тақтайдың бағасы 40 мың екен. Олай болса 6 метр кубты тауып алайық. 40-ты 6-ға көбейтсек 240. Енді бұл 40 мың болғандықтан 3 нөлі бар. 240 мың теңге. Енді жеңілдік бұда бағасы 200 мың теңгеден асса жеткізу тегін екен. Онда біз мына бағаны 7500-ді қоспаймыз. Сонда бізде барлық шығын тек қана 240 мыңның өзіне тең. Жазып қояйық. 240 мың теңге. Келесі үшінші фирманы есептейік енді. Үшінші фирмада 1 метр кубтың бағасы 38 мың екен. 38 мың. Енді бұны 6-ға көбейтсек 48, 4 айда 228 мың теңге. Енді бұл жерде айтады, 230 мыңнан көп болса сатып алған бағамыз жеткізу тегін дейді. Енді бізде 230 мыңға жетпейді сатып алған ақшамыз, сондықтан жеткізу бағасын қосуымыз керек. 11 мың теңгені. 11 мың теңге. 239 мың теңге болды. 239 мың. Міне, 3 фирманың да бағасын есептедік. Енді ең арзанын алайық. Біріншісінде 239.500 теңге, мынау 240 мың, мынау 239 мың теңге. Енді біздегі ең арзаны демек мынау баға. Олай болса, біздің жауабымыз А жауабы болады. Келесі 10-шы есеп. Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 501 цифр пайдаланды. Осы кітапта барлығы неше бет екенін тап дейді. Нөмірлеу 1-ден басталады. Енді бұнда есептеуге бір оңай формула бар, оны бәрін білетін шығарсыңдар. X плюс 189 тен мынау 501 жазамыз мұнда. 501. Бұл 189 дегеніміз біздің 99-шы бетке дейінгі цифрлардың саны. Оны біз бәрін есептеп жүрмеу үшін сразу жазып ала салдық 189 деп. Енді біз 100-ден бастап ары қарай цифрлардың санын анықтаймыз. 100-ден бастап ары қарай. Мынау сонда біздің 1-ден 99-шы бетке дейінгі цифрлардың санына тең мынау. Ал мынау x дегеніміз біздің 100-ден ары қарай біз табуымыз керек бетке дейінгі цифрлардың санына тең. Түсіндіңдер ғой? Ал барлығының цифрларының саны 501-ге тең. Онда біз мына жерден біз x тауып алайық бірінші. X-тен 501-ден 189-ды азайтамыз. 312-ге тең. Енді бізде 100-ден ары қарай 3 таңбалы сандар ғой. Онда біз мынау барлығы цифрлардың саны болғандықтан біз бұны 3-ке бөлеміз. 3-ке. Сонда бұл жерде 312-ні бөлсек 104 шығады. 104.
бізде 100-ден ары қарай 104 бет бар екен. 104 бет бар. Енді біз 100-ден ары қарайғы беттердің санын таптық. Енді бізге 100-ге дейінгі беттердің саны ол 99 бет. Міне мынау тұр. Енді 104-ке 99-ды қоса саламыз. Сонда ол 203 деген жауап шығады. 203. Міне жауабы осы 203-ке тең. Жауабы. Келесі 11-ші есеп. 11-ші есепті қараңдар. А және Б бағандары салыстыр дейді. Бұл да бағана кітаптың беттері сияқты деген есеп. Қараңдар. 2 таңбалы сандардың саны дейді. Ал мұнда 200-ден кіші 3 таңбалы сандардың саны дейді. Енді 2 таңбалы сандар деген бізде кәдімгі 99, 88 деген 2 таңбалы сандар. 3 деген сандар жатпайды. Ол 1 таңбалы. Енді 2 таңбалы сандардың санын тауып алайық. Бізде барлығы 100-ге дейінгі сандар, 2 таңбалы деген 99-ға дейінгі. Және 9-дан 1-ге дейінгілер жатпайды. Онда 99-дан 9-ды алып тастайық. Сонда 90. Бізде барлығы 92 таңбалы сан бар. Және 200-ден кіші 3 таңбалы сан дейді. 3 таңбалы сан деген 100-ден басталады, наоборот. Онда біз 200-ден 99-ды алып тастаймыз. Себебі 99-ға дейінгілер 2 таңбалы сандар ғой. Ал бізге 200-ге дейінгі 3 таңбалы сандардың саны керек. Сонда 200-ден 99-ды алып тастасақ, біздегі 3 таңбалы сандардың саны 101-ге тең болады. 101-ге. Енді біздегі А бағаны Б бағанынан кіші. Сонда бізде Б бағаны үлкен деген жауап табамыз. В жауабы. Бұл есептің жауабы В. Келесі 12-ші есеп. Суретте Өскемен қаласының 2015 жылғы желтоқсан айының 10-25 аралығындағы ауа райының орташа температурасы көрсетілген дейді. Графикті пайдаланып, ауа райының орташа температурасын өзгеріс ауқымын тап дейді. Енді қараңдар. Бұл есепті былай есептесіңдер болады. Мынаның бәрін жеке-жеке табасыңдар. Мысалға бұл жерде 10 мен 25 аралығында күн дейді. Сонда 15 күн бар екен. Мынаның бәрін жеке-жеке, мысалға мынау 22, мынау 22 емес 18, мынау минус 27, минус 31 деп бәрін жеке-жеке есептеп бәрін қосып, сол санына бөлсеңдер болады. Арифметикалық ортасын тапсаңдар болады. Ал ол өте ұзақ болады. Сендер енді жобалап жауаптарын қарап табыңдар енді. Мысалға қараңдар. Бұл есептің жауабы бізде негізі 28 деп беріліпті. Негізі түсінбедім бұл. Плюс 28 деп беріліпті. Негізі бұның жауабы мына жерде минус болу керек. Берілген қате. Өйткені қараңдар. Минус 18 деген біздегі ол мына жер. Мына жер. Ол минус 18 бола алмайды. Себебі бізде примерно графиктің ортасы, арифметикалық ортасы, ол графиктің арифметикалық ортасы примерно бізде мына сызық болады, мына жер. Демек, минус 18 деген жауап келмейді. Минус 38 дейді. Минус 38 деген біздің мына жер. Минус 38 міне. Графиктің ортасы, орта шамасы бұл жерде болмайды. Жаңа айтқандай графиктің орта шамасы мына жер болады. Мынаның бәрін қоссақ, соны санына бөлсек, осы жер болады шамасы. Демек, 38-де келмейді. Ал 48 деген вообще графикте жоқ. Бұл мүлдем келмейді. Ал плюс 38 деген ол вообще төбесі мына жақ. Демек, бұндай да жауап келмейді. Ал жауабында плюс 28 деп тұр. Негізі осы жерде минус 28 болу керек. Сонда минус 28 біздің мына жер. Осы жер мысалға келеді. Мыналардың бәрін біз арифметикалық ортасын тапсақ, примерно осы жер болады. Енді бұны осы есептемей-ақ осылай табасыңдар. Уақыт үнемдейсіңдер. Келесі 13-ші есеп. Кітаптың бірінші беті бір цифрмен нөмірленсе, 333 цифрмен нөмірленген кітапта барлығы неше бет бар дейді. Жаңа ғана есеп шығардық бұған. Тағы шығарайық. Онда x плюс 189 тен 333. Тағы да айта кетейін, түсінбей қалсаңдар, 189 деген бірінші беттен 99-шы бетке дейінгі цифрлардың саны. Ал x деген 100-ші беттен бастап ары қарай біздің табу керек бетке дейінгі цифрлардың саны. Енді x тауып аламыз.
x-тен 333-тен 189-ды алсақ қанша болады? 144 болады. 144. Міне қараңдар, 144. x-тен 144. Келесі. Енді 3 таңбалы цифрдың саны бұл. Енді 144-ті біз 3-ке бөлеміз, 3-ке бөлеміз. Сонда бізде 120-ны 3-ке бөлсек 40. Енді 24-ті 3-ке бөлсек 8, 48. Мінекей 48. Енді бізде бұл 100-ші беттен ары қарай 48 бет бар екен. Енді біз бұған алғашқы 99 бетті қосамыз. Сонда 7, 10, қанша? 14, 147. Міне жауабы, жауабы 147 бет бар екен. Келесі 14-ші есеп. Бір адам 3 тауықты 460 теңгеге сатып алды. Бірінші тауық 4 күнде 3 жұмыртқадан, 4 күнде 3 жұмыртқа. Екінші тауық 3 күнде 2 жұмыртқа. Үшінші тауық 2 күнде 1 жұмыртқа. 1 жұмыртқа туады дейді. 5 жұмыртқаны 50 теңгеден сатса, тауықтар құны қанша уақытта өтеледі дейді. Енді біз бірінші тауық сатылған құнды тауып алайық. 460-ты 3-ке көбейтеміз. Ол 1200, 1380 теңге. 1380 теңге. Енді кішкене өздерің ойлап қараңдар. Мысалға, бұл өзіміз ойлап қарайық. Мысалға, 5 күн десек, бізде 5 күнде ешқандай тауық, мысалға, 1,5 жұмыртқаға деген туа алмайды. Тауықтар тек қана мысалға туғанда 1 жұмыртқа, 2 бүтін жұмыртқа туады. Демек бізде табатын күніміз ол мына тауықтың туатын күндеріне бөліну керек. Себебі, мысалға, біз 6 десек, мысалға, мына тауық ол кезде 6 күнде мысалға 2 жұмыртқа туып үлгереді, 4 жұмыртқа туып үлгереді, 2 рет туып үлгереді. Ал мына тауығымыз 6 күнде 3 жұмыртқа туып үлгереді. Ал мына тауығымыз мысалға 1 рет туады, о деген жарты жұмыртқа туа алмайды ғой. Себебі тауықта бүтін ғана туады. Олай болса, біз мына сандарға бөлінетін жауапты іздесек болады. 23. 23 мынаның ешқайсысына бөлінбейді. Демек, А жауабы дұрыс емес. 21. 21 4-ке бөлінбейді. 3-ке бөлінеді, 2-ке бөлінбейді. Бұл дұрыс емес. 20. 20 2-ге 4-ке бөлінеді, ал 3-ке бөлінбейді. Бұл да дұрыс емес. 22. 22 4-ке бөлінбейді, 3-ке бөлінбейді, 2-ге бөлінеді. Демек, бұл да дұрыс емес. Ал 24 деген 4-ке де, 3-ке де, 2-ке де бөлінеді. Сонда Б жауабы. Ал енді өздерін есептеп көреміз десеңдер болады. 24 күнде мысалға мына тауығымыз біздің 18 жұмыртқа табады. Мына тауығымыз 16 жұмыртқа. Осылай бәрін есептесеңдер тура шығады. Оны уақыт кетірмей қойыңдар. Бізге ең бастысы уақыт үнемдеу керек. Келесі, мына боялған бөлік барлығының қанша процентін құрайды дейді. Енді біз мынаны есептеу ол қиындау болады. Біз енді мына боялған бөлікті табу үшін барлық ауданнан боялмаған бөлікті азайтып тастаймыз. Мына жерді және мына жерді. Ол үшін есептеп алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына квадраттың ауданы 8 көбейту 8, 64-ке тең. Ал енді бізде уже жартысы жоқ. Онда 64-тен біз 32-ні алып тастаймыз. Мына боялған бөліктің ауданын табу үшін. Және мынаны табуымыз керек. Бұл да біздің 8 көбейту 4. Мына үшбұрыштың ауданы 8 көбейту 4. Және оны 2-ке бөлеміз, тік бұрышты үшбұрышқа өйткені. Сонда бұл 16-ға тең. Минус 16 тең 16-ға тең. Сонда біз боялған бөлігіміздің ауданы 16-ға тең, ал барлығының ауданы 64-ке тең. 64-те 16. Енді екеуін бір-біріне бөлсек 4 шығады. Демек, біздің
боялған бөлігіміз барлық ауданның 25%, 4-тен 1-ін құрайды. Бұл жауабы. Келесі 16-шы есеп. Енді 16-шы есепте суреттегі берілген фигураның ауданын табуымыз керек. Енді қараңдар, бұны табудың оңай жолы, мынаны толықтырамыз да, мына барлық ауданнан квадрат екен, мына жағы да x, мына жағы да x. Барлық ауданнан мына жерді азайтып тастаймыз. Сонда біз мына жердің ауданын табамыз. Олай болса, біз бірінші мына жердің ауданын тауып алайық. Ол мына жақ жалпы x болса, мына жеріміз y болса, ал мына жеріміз онда x минус y тең. X минус y тең. Ал мына жеріміз y-дің өзіне тең екен. Міне қараңдар. Сонда енді біз барлық ауданнан мына жерді азайтып тастаймыз. X-дің квадратынан азайтамыз. Y көбейту x минус y. X минус y тең x квадрат минус xy плюс y квадрат. Міне керек аудан осы. Бұл жауап бізде міне Д жауабы. Келесі 17-ші есеп. 17-ші есепте жаңа логикалық амал дейді, келесі өрнекпен анықталған. Олай болса, мынаны табуымыз керек. Енді жаңа ғана біз бұны екінші есептен шығарып кеттік, тура осындай есепті. Бірақ бұл жерде екеу берілген. Біз бұны табу үшін бірінші мынаны қоямыз мына жерге. Сосын бұл жерден бізде бір сан шығады, мысалға 2 деген сияқты. Сол санмен 29-ды қоямыз. Бұны шығармай қояйын, сендерге түсінікті шығар қалай шығару керек екен. Себебі мына жер онша көрінбей қалыпты. Оңай есеп қой, бұны уже жаттап алған шығарсың да қалай шығару керек екен. Келесі 18-ші есеп. Егер керек десеңдер, комментарийге жазып қалдырып кетіңдер. Дұрыс жазылғанын тауып, қайтадан шығарып, жазып көрсете саламын. Енді бұны ешкім сұрамайтын шығар. Керек болса, комментарийге жазып сұрай салыңдар. Оңай есеп. 18. Қонақтардың 16-сы қымыз, 19-ы шұбат, 14-і айран ішті дейді. 7 қонақ қымыз да, шұбат да, 4 қонақ қымыз да, айран да, ал 6 кісі шұбат та, айран да ішті дейді. Ал 2 қонақ қымыз да, шұбат та, айран да ішті. Олай болса, тек қана шұбат ішкен адамды табу керек. Енді біз осындай диаграмма сызып алайық. Мысалға, мына адам мынаны қымыз дейміз, мынаны айран дейміз, ал мынаны шұбат дейміз. Олай болса жазайық. Қонақтардың 16-сы қымыз, 16-сы қымыз, 19-ы шұбат, 19-ы шұбат, 14-і айран, 14-і айран. Ал 7 қонақ қымыз да, шұбат та ішті. Ол жер мына жер, екеуіне де ортақ. 4 қонақ қымыз да, айран да ішті. Ол мынау екеуіне ортақ. Ал 6 кісі шұбат та, айран да ішті. Ол мына жер. Ал екеуі үшеуінде ішті дейді. Ол мына жер. Енді бізге тек қана шұбат ішкен адамдардың санын табу керек. Енді қараңдар. Бізде барлығы шұбатты 19 адам ішкен, ал оның ішінде айранда, қымызда ішкен адамдар бар. Ал бізге тек шұбат ішкен адамды табуымыз керек. Ол үшін қараңдар. Айран мен қымыз, шұбат үшеуін араластырып ішкен адамдарды қосайық. 7 плюс 6. Енді мынау 2 адам осы қымыз ішкеннің, айран ішкеннің ішінде бар ғой. Себебі қараңдар, 7 адам мысалға екеуінде ішті, 6 адам екеуінде ішті, ал 2 адам үшеуінде ішті. Енді демек 2 адам үшеуінде ішкен. Сол 2 адамды алып тастаймыз. Сонда бізде 7-ге 6-ны қоссақ 13, одан 2-ні азайтсақ 11. Енді шұбатты 19 адам ішті, 19 адам. 19 адамнан жаңағы шұбатпен қоса айран мен қымыз араласып ішкен адамдарды алып тастаймыз. Сонда бізде тек қана қымыз, шұбат ішкен адам 8 адам қалады. Е жауабы. Келесі
19 есеп қараңдар. Марат, Ертас, Қайрат, Аман, Жомарт, Елжан жарысқа қатысты. Олардың әрқайсысы алған ұпайлары бүтін сандармен өрнектеледі. Төмендегі диаграммадан олардың ұпай сандары көрсетілген. Марат бірінші орын, Арман екінші орын алды. Марат бірінші орын, Арман екінші орын. Олай болса Мараттың ұпай санын тап дейді. Енді бұл өте оңай есеп, бірінші алғашқы есептер сияқты. Қараңдар. Мынау Марат бірінші орын алды, Аман екінші орын алды. Енді қараңдар, Аман 89 ұпай жинаса, енді Марат 90 ұпай жинайды ғой бірінші орын алу үшін. Демек, Марат 90 ұпай жинаған. Жауап В жауабы. Келесі. Ағаш текшені қызыл бояумен бояды. Егер әрбір қырын тең 3 бөлікке бөлді дейді. Оның қыры алғашқы қырынан 3 есе кіші болатындай бірнеше ұсақ текшелерге бөлінді. Бір жағы боялған неше текше бар дейді. Енді қараңдар. Текше деген кәдімгі осындай, куб. Бұны бірінші мысалға 3-ке бөлді дейді. Бір жағын 3-ке бөлді. Сосын тағы да бір жағы 3 есе кіші болатындай тағы да 3-ке бөлді дейді. Демек ол былай. Енді мынаның бәрін сызып шығамыз. Ар жақтарында да бар, ол енді көрінбейді деп елестетіңдер. Мінекей, 3-ке бөліп шықтық. Енді осының бәрі мысалға боялды деп есептеңдер. Енді бізге тек бір жағы ғана боялған неше текше бар дейді. Міне, мысалға мынаның бәрі боялды, ал бізге мысалға мынаның 3 жағы боялды. Қараңдар, мына жағы, мына жағы, мына жағы. Ал мынаның 2 жағы ғана боялды. Мына жағы, мына жағы. Мынаның да тоже солай 3 жағы, мынаның да ар жағы және мына жағы 2 жағы солай қайталанып келе берді. Ал бір жағы боялған тек ортасы ғана екен. Сол сияқты мына жақтың да тек ортасы, мына жақтың да тек ортасы. Сонда бізде барлығы 6 жақ бар, 6 жағының да ортасы. Тек бір жағы ғана боялады, 6 жағында. Сонда жауабы 6. 20-шы есеп. Енді қай нұсқа еді бұл? — 12-де 41-ші нұсқа. 12-де 41-ші нұсқаны талдап бітірдік. Жақсы, онда. Абутуға дайындалыңдар, уақыт аз қалды. Сау болыңдар.